Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 65-ші сабақ. Сөз және оның мағынасы. Балалар, бүгінгі сабақта сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйренесің. Заттың атын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді тауып, оларға сұрақ қоя білетін боласың. Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, ай, үй, ақын. Тұнық, әдемі. Оқы, түсін. 6, 10. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Болашақ футболшы. Жақып футбол ойыны дегенде ішкен асын жерге қоятын жанкүйердің өзі. Бүгін ол баласымен стадионға келді. Халық көп екен. Кешікпей ойын басталып та кетті. Анау көк майкалылар біздің Қайрат командасы. Ал мынау ақ майкалылар Ташкенттен келгендер. Деп Жақып ойынның мәнін ұлына ұғындыра бастады. Әне көрдің бе? Қалай жақсы тебеді? Ешжанов, өзің апар. Өзің. Қап, әттеген-ай. Жақып ұлына қараса, ол да мәз-мейрам болып отыр екен. Қарсыластар қақпасына кірген екі допты өзі соққандай қуанышты көңіл күйде. Көп ұзамай ойын аяқталды. Болашақ футболшы әкесі екеуі үйіне қайтты. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап, және оларды кестеге орналастыр. Заттың аты кімне сұрақтарына жауап береді. Кім? Жақып. Не? Ойын. Не? Стадион. Кім? Халық. Кім? Футболшы. Не? Доп. Заттың сыны қандай деген сұрақтарға жауап береді екен. Қандай? Көк. Қандай? Ақ. Заттың саны қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Неше? 2. Қимылдық атау не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Не істеді? Келді. Не істеді? Тебеді. Не істеді? Аяқталды. Не істеді? Қайтты. Балалар, түсіндірме сөздіктен жанкүйер деген сөзінің мағынасын біліп алыңдар. Екінші жаттығу. Суретке қара. Суретте қандай ойын түрі бейнеленген? Футбол сөзі нені білдіреді? Бұл сөздің төмендегі түсіндірмесін оқып көр. Суреттегі ойын түрі футбол. Футбол допты аяқпен теуіп жүріп, қарсы жақтың қақпасына кіргізуді мақсат еткен спорт ойыны. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастырып көрейік. Балалар теледидардан футбол ойынын көруге жиналды. Футбол ойыны қыза бастады. Балалар Астана құрама командасына жанкүйер еді. Ойынның аяқталар сәтінде Астана командасы жеңіске жетіп, балалардың қуанышында шек болмады. Алақай, біз жеңдік, деді балалар. Төртінші жаттығуды балалар жадқа жазамыз. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріп көрейік. Доп заттың атауы, дөп қимылдың атауы екен. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсеріне өзгерген? Дұрыс, о дыбысы Ö дыбысына өзгерген.